өтті дүниеден. Қайсымыз еріп бардық айтшы? Біреудің бауыр еті баласы қайтыс болды. Еріп кет алдың ба? Жоқ. Бардың да жердің қойнауына тапсырып, бетін жауып тастады. Біреудің анасы өтті дүниеден. Бірге кіріп кеттің ба сен қабірге? Кірамадың, кіре алмайсың ба? Бірге бола алмайсың. Біреудің досын жақсы көргенін білеміз. Бірақ сол досы өткен кезде сол досымен бірге кетті ме жоқ? Осындай қатты бір-біріне деген сезім жақсы көрген адамдардың дейді, біреуіне өлім сәті жетіп, қабірге кірген шақта жалғыз кеткеніне көзім жетті дейді. Көзім жетті. Фафаккарту фақулту. Сосын мен мынадай ойға келдім де былай деп айттым дейді. Афдалу махбубил мар'i мә ядхулу мағаху фи қабрихи дейді. Адамның ең жақсы көрген нәрсесі оны жалғыз қалдырмай қабірге кіретін нәрсе деп шешті. Түсінді ме? Ал енді біз қабірге не алып кете аламыз ақыры? Не алып кете аламыз? فَمَا وَجَدْتُ غَيْرَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَأَخَذْتُهَا مَحْبُوبًا لِي. Сөйтіп, мен өзіңмен бірге алып кетіп, сенмен бірге кететін, сенімен бірге болатын, саған шапағат ететін, сені қорғайтын бірақ нәрсе бар дейді. Ол ізгі амал. Сондықтан өзіме ізгі амалды орындауды жақсы көрдім дейді. Сондықтан сен намазды жақсы көр, сенмен бірге кететін. Сен Құранды жақсы көр, өзіңмен бірге кететін. Сен біреуге жақсылық жаса, ораза ұста, сенімен бірге барады. Сіздер осыған жете алдыңыздар ма? Жаныңда досың бар еді, кеше ковидта қайтты, апартықта кіргіздік. Біреуін жуындыра алдық, біреуін жуындыра алмадық, апартықта көміп тастадық. Неге кетіп қалмадың сен? Сондықтан адам өзінен ажырамайтын, өзімен бірге болатын, өзіне жәрдемші болатын ізгі амалды жақсы көру керек.